Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз әдеттегідей жеңіл рецептер әлемі. Бүгін сіздермен бір пісіргеннен ойдағыдай болып шығатын қаймақты бәліш рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызды дайындап аламыз, оған 250 грамм ұнды саламыз. Ұн міндетті түрде үккіштен өту керек. Одан соң үстіне 100 грамм қант қосамыз. Енді бір шай қасық разрешительді салып, барлығын қолымызбен араластырып аламыз. Мен барлық ингредиенттерді өлшеп алдым, сіздер де өлшеп алыңыздар. Барлығын араластырып болған соң 150 грамм туралған сары майымызды саламыз. Және барлығын дәл видеодағыдай қолымызбен араластырып аламыз. Араластырылған кезде қамырымыз осындай песочный болып шығады. Оның үстіне бір жұмыртқаны жарып саламыз. Енді осы жұмыртқамен қамырымызды илейміз. Видеоны соңына дейін тамашалап, дәл видеодағыдай жасасаңыздар, сіздерде шығады. Қамырымызды илеп болған соң, оны салафанға салып, 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша, салмасын дайындай береміз. Салмасына кілегей, менде үй кілегейі, бірақ дүкенде қолдануға болады. Оның үстіне 4 жұмыртқаны саламыз және барлығын араластырамыз. Миксерді мүлдем қолдануға болмайды. Оның үстіне 100 грамм тағы да қант қосамыз да 20-30 секунд араластырамыз. Табамызды дайындаймыз, оның үстін майлаймыз. Пергамент қағазында салуға болады, бірақ мен салмадым. Енді нанымызды осылай жайып, бортиктер жасаймыз. Пирог өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қамырымызды табаға орналастырып болған соң, үстінен салмасын қоямыз. Пирогымызды духовкаға 35-45 минутқа саламыз. Міне, біздің кілегейлі бәлішіміз дайын болды, бірақ формадан босатуға асықпаңыздар. Жай шетін босатып қоюға болады, бірақ әбден суығанша формадан шешпеңіздер. Міне, біздің тәбет тартарлық бәлішіміз дайын. Мерекелік дастархандарға, қонақ келгенде осылай бәліш дайындасаңыз, қонақтарыңыз міндетті түрде бағалайды. Рецептісін видеоның астына толықтай жаза кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Егерде видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.